Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сүзбе қосылған галета дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып дайындалады. Бізге ол үшін қажет болады 100 грамм сүзбе, 1 жұмыртқа, 150 грамм ұн, 3 үлкен қасық қант, 20 грамм сары май және де 1 шай қасық қопсытқыш. Барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм сүзбеге қантымызды саламыз дәміне қарай. Және жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Бетіне қойғанға кез келген жеміс түрін қолдансаңыздар болады. Мен бұл рецептте алманы қолдандым. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, пергаментқа кішкене ұн сеуіп, жақсылап жұқа етіп жаятын боламыз. Басында қолмен, содан кейін барып, жұқа болу үшін оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте сүзбемізді саламыз. Біркелкі етіп қамырға орналастырамыз. Мінекей енді видеода көрсетіліп тұрғандай
нанның шеттерін бүгіп шығу керек болады. Мінекей осылай түрі өте әдемі болып шығады. Бетіне өзіңіз қалаған жемісіңізді қойып шығыңыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30 минут пісіреміз. Мінекей, біздің галетамыз дайын болды. Өте әдемі әрі өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.